Сәлеметсіздер ме? Әріптестер, нөмір 6 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байұзақова Ақбөпе Рахатқызы. Елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, жасанды интеллектті қолдана отырып сабақ беруді қолға алып жатырмыз. Бүгінгі сабағымды заманауи әдіспен жасанды интеллект арқылы өткізетін боламын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Отыра қойыңдар. Адал азамат, қаңтар айының тәртіп пен заң, осы аптаның дәйек сөзі, талап бар жерде тәртіп бар. Ал балалар, бүгін қазақ тілі сабақты бастамас бұрын жақсы көңіл күймен бастаймыз ба? Бастаймыз. Енді ортаға шығып, жүректен жүрекке атты психология ахуалымызды жасайық. Шыға қойыңдар балалар. Балалар, психология ахуал бізден жүректен жүрекке, қазір тақтайшаны басу арқылы, оның артынан шыққан сөз арқылы қасындағы досына осы ыстық бүгінгі сабаққа деген лебізіңді білдіріп, өзінің ыстық лебізіңді ұсынасың. Түсінікті ғой. Келесі жүрекшені ашып, Қадишаға айтасың. Сенің еңбегің міндетті түрде өз жемісін береді деп өзінің жүрегінен шыққан сөзіңді айтып, жүрекшені Қадишаға бересің. Түсінікті ме, балалар? Сені мейірімді жүрегің бәріне жылулық сыйлайды. Сен өте ақыллысың және зерексің. Әрқашанда керек болады. Мен тиянақтылығың бәріне үлгі. Белгісі. Жарайсыңдар. Орныңызға отыра қойып балалар. Ал балалар, енді психология ахуалдан кейін топқа бөлініп сабағымыз одан ары қызықты өткіземіз бе? Ендеше ара әдісі арқылы ұяшықты таңдап, өздерінің қай топта екендеріңді білесіңдер. Ортаға шыға қойыңдар балалар. Ал, басына. Жарайсыңдар. Ал балалар, біз ара әдісі арқылы топқа бөлініп алдық, қай адам қай топқа түсетіні белгілі болды. Бірінші топ және екінші топқа ара әдісі арқылы бөлінді. Енді балалар, бізде бағалау әдісі қазақтың ұлттық ойыны қандай ойын? Асық әдісімен өз-өзімізді бағалаймыз. Әр тапсырмаға бізде не бар? Өзіндік дискрипторлар бар, ол жаңағы интерактив тақтаға шығады. Кім сол жаттығу бойынша дұрыс жауап береді, соған сәйкес өзінің балын көтеріп қояды. Барлығымызға таратылды ғой, балалар? Балалар, үйге қандай тапсырма берілді бізге? Морфология жайлы түсініп беру, морфология не екенін. Яғни үй тапсырмасын біз не арқылы тексереміз қазір? Пазл әдісі арқылы. Ендеше пазл әдісін интерактив тақтаға шығарайық. Қаншалықты морфология жайлы білімімізді тексеріп көреген, морфологияны қаншалықты игергеніміз жайлы. Ал енді балалар, пазл арқылы морфология нені зерттейді балалар? Тілдік білімді зерттейді. Морфология дегеніміз сөздің көпшеленуі, жіктік жалғалы қосылуы зерттейтін сала екен. Енді біз көптік жалғаларын дұрыс қойып балалар, ар жағындағы жасырылған сұрақты оқимыз ба? Демек, бірінші біз қандай неден өтуіміз керек? Бірінші кезеңнен өтуіміз керек. Яғни, көптік жалғауларын дұрыс қойуымыз керек екен. Бірінші топтан, Аризеке, екі көптік жалғауларын дұрыс қойып берші бізге. Жарайсың, отыра қой. Лерге қоясың. Сіңілі лер, аха. Әже лер. Әпке лер, аха. Жарайсың, отыра қой. Дар көптік жалғауына айырушыға қош. Отыра қой. Қар көптік жалғауына дес шыға қош.
Бізде әке деген сөз алып кетті. Отыра кетеді, дұрыстап деп. Әкеге қандай көптік жалғаулар болса, берге жаңа кім шықты? Раяна дұрыс қоймапты. Оның орнына Айзере дұрыстап қоя қойшы. Тамаша. Біз көптік жалғауларын дұрыс қою арқылы пазлдың артындағы сұрақ шықты бізде. Морфология дегеніміз не? Морфология дегеніміз сөздің құрылымын, сөзді зерттейді, жұрнақты зерттейді, саласы. Сөз құрылымын зерттейтін сала екен морфология. Дұрыс айтасың Раяна. Орнына отыра қой. Бізде тақтаға шыққан оқушылар үй тапсырмасын 2 балдық шкаламен өз-өзін бағалап қойсын. Бүгінгі сабағымыз да өте қызықты. Адасқан әріптерді орнына қою арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын шығарамыз. Ендеше, мынау адасып тұрған әріптерді көріп тұрсыңдар ма балалар? Осы әріптерді кім орнына қояды? Кән бағым келе қойшы. Бағым, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болып шықты? Сөз сақтары. Сөз сақтары. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар, орындарына отыра қойыңдар. Орнына отыра қой. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз сақтары, иә? Оқу бағдарламасына сәйкес біз сөз сақтардың сөйлемдегі қызметін анықтауды білеміз, иә? Сөз сақтардың сөйлемдегі қызметін анықтауын білеміз. Дерек көздерден мәтін, сөздік, сызба, диаграмма, қажетті ақпараттарды табу, кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін бойынша ақпарат алып, қорытындылап, бағалап үйренеміз. Сабақтың мақсаты дерек көздерден ақпарат алу, жаңа сөздің мағынасын ашу. Жарайсыңдар. Балалар, сөз саптары дегеніміз сөздердің лексикалық, мағыналық және грамматикалық қызметтік белгілеріне қарай жіктеледі. Негізгі саласы қазақ тілінде қанша сөз табы бар балалар? 9 сөз табы бар екен. Зат есім. Зат есімнің сұрақтары кім, не, кімдер, нелер? Сұрақтарына жауап беріп, заттың несін білдіреді? Атын білдіреді. Сын есімге келетін болсақ, балалар, сұрақтары қалайша. Яғни, заттардың сынын, сапасын білдіреді. Сан есімге келетін болса, сан есімнің сұрақтары қанша, нешінші, неше деген сұрақтарға жауап береді. Санның реттілігін мөлшерін білдіреді. Есімдікке келетін болсақ, балалар, есімдік сан есім, сын есім, зат есімді сұрақтарына жауап береді, бірақ түп нұсқасын қайтпай, сілтейтін нұсқасы. Иә, балалар, иә? Етістікке келетін болсақ, заттың қимылын, іс-әрекеттің хал-жағдайын білдіреді. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Үстеу дегеніміз іс-әрекеттің, етістік сынның, сын есімнің, немесе де басқа да үстеудің қимылсын, мезгіл, мекен, мақсат, себеп сияқты белгілерін білдіреді. Сұрақтары қалай, қашан, қайда, мысалы, жылдам, кеше, жоғары, ақырын деген сияқты. Шылауға келетін болсақ, балалар, шылаудың сұрақтары бар екен? Шылаудың сұрақтары жоқ екен. Шылау сөздер немесе сөйлем мүшелерінің арасында қатынасады екен.
Ал одағаға келетін болсақ, балалар, адамның қуанышын, таң қалысын білдіреді екен. Мысалы, ей, вау, пәле, қарашы, охо деген эмоцияларды одағайдың ережесі болып келеді екен балалар. Ал еліктеу сөзіне келеміз балалар. Сөз таптардың ең соңғы еліктеу сөзі. Еліктеу сөздерінің басты ережесі олардың дыбыстық немесе қимылдық бейнелеу сипаты. Дыбыстық бейнелеу дегеніміз табиғаттың жануарлар әлеміндегі немесе механикалық құбылыстардың нақты дыбыстарын беру үшін қолданылады. Мысалы, гүр. Не гүрілдеді балалар? Найзағай, машина. Осына еліктеу сөз деп атайды екенбіз. Мысықтың дауысы мяу. Бұл да еліктеу сөзге жатады екен балалар. Түсінікті ма? Түсінікті болса, біз 6-шы жаттығуымызды бастаймыз. 6-шы жаттығуды 2-ші топ мәнеріне келтіріп оқысыншы. 6-шы жаттығуды мәнеріне келтіріп, Раяна бастасын. Раяна баста ғой. Қуанып нәшірлетіп, жаңбыр жауды, жаңбыр басылған соң бұлт сөйлеп, көк жиектен батып бара жатқан күн көрінеді. Дәл осы кезде тарап бара жатқан қара бұлттың арасында жерге қарай иілген алап доға тәрізді кемпір қосақ пайда болды. Тоқтай ғой. Аяғы жалғастыра ғой. Пайда болады. Оның бір бірімен жарыса атысқан 7 жолағы 7 түрге боялған. Сонымен кемпір қосақ дегенімізде аспан күмбезіне мұндай ғаламат қайда пайда болады? Бұған себепші болған нәрсе бұлайша көрініп генмен шындығының 7 түстен тұратын жарық сәуле кәдімгі күннен жарық екен. Жарайды енді балалар. Бірінші топ өзінің оқыған жеріне дейін түсініксіз сөздерді белгілеп шықсын. Түсініксіз сөздер қандай екен балалар? Қапырық, жарайсың. көкжиек, жарайсың. Ары қарай. Оның деген жерден бастап бізде түсініксіз сөздер қандай екен балалар? Ғаламат жарайсың. Көкжиегі. Сосын? Жарайсыңдар. Балалар. Енді біздің дескриптіріміз 6-шы жаттығуға 3 балл болады. Яғни өзіміздің сабаққа қатысып түсініксіз сөздер тауып отқан оқушылар өздеріне бір балдан көтеріп қойсын. Енді көгершін әдісі балалар. Көгершін түсініксіз сөздерді балалар талдасын дер. Ортадан бір оқушы шығып өзінің командасына көгершіннің хатын алып кетсін. Енді балалар бұл жерде 6-шы жаттығуда дескриптір бойынша 3 балл берілсе, 2 балл бұған талдау жасайсыңдар. Сөздерді менің білуімше, қапырық деген сөз, бір мысал келтірейін. Қапырық деген сөз ыстық, сөздіктен анықтағаным, жаздық, ыстық, күнім. Қай сөз табына жатады балалар? Сын есімге үстіп талдау жасаймыз. Қай команда бірінші болады, қоңырау белгісін басамыз. Сол команда ортаға шығып. жоқ, жермен аспан. Жермен аспан. Әдіс 9 қандай. Екінші топ оқушы. Көкжиек ғаламат жолақ. Көкжиек менің білуімше жермен аспан. Сөздіктен анықтағаным жермен аспан танысқан. Қай сөз табылса қапырық, ауа, ыстық. Менің білуімше. Сөздерді анықтану. Сөздіктен анықтағаным. Ауа, тым, ыстық. Қай сөз табы, сан, сын сөз табы. Қандай? Сын есім. Сын есім сөз табы екен, қапырық сөз, түсініксіз сөз. Ал, Нөсерлету. Менің білуімше қатты жауы. Сөздіктен анықтағаным қатты мұңшылық.
сөз табы етістік. Етістік. Сирию бұлттың тарауы. Сөздіктен анықтаған шығыс. Бұлттың тарауы. Қай сөз табы етістік? Етістік. Неге жауап береді балалар? Етістік. Іс әрекетке. Жарайсыңдар. Бүгін команда қатысты. Ал Диас жауап бере қойшы. Қапырық. Қапырық сенің білуінше қандай мағына береді? Ауа өте ыстық. Қай сөз табына жатады? Сон есіңе жарайсың. Барлық топ қатысып, барлық оқушы қатысты. Өздерінің жаңағы бағалау шкаласына 2 балдан көтеріп қойсын, бүкіл оқушы қатысты. Жарайсыңдар балалар. Біз балалар жұмбақты жадқа жазбас бұрын бейне жазбаға 3-4 мәрте қарап, есте сақтау қабілетіңізді қалай екенін білеміз. Суға өтіп аралап, көкте түрлі жолақты. Өрге тұрды қалап. Балалар, бейне жазбаны қарадық. Бізге өлеңді оқып берді. Кім есінде қалып, соны айтып бере алады жадқа. Командамен, соны басамыз, біз көрсетейік. Бірде айтайық. Екінші топ дайынбыз деді. Екінші топ тұра қойыңдар. Бірінші топ дайынсыздар ма? Жарайсыңдар. Жетінші жаттығуға 3 балл. Сөндіп бітірмепсің, жұмбақты өтір. 2 балл көтере қойсын. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға қатысты, сөз таптарына қатысты кішкене бейне жасауымызды тамашалайық. Дала, екеуі болды, қандай болды? Шамда осы өткен. Бәрі болды, домбыраны артып отыр. Тағытып, тағыншы біледі. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық па? Ендеше бір сіздерге боламыз ба? Ал балалар, сергіп қалдық ба? Ендеше біз 6-шы, 7-ші жаттығуларды орындадық, Енді 8-ші жаттығуға бәріміз таққа қарайық. 6-шы, 7-ші жаттығуларда берілген мәтіндерді салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайық. Ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай балалар? Екеуі де кейбір босаңқайлы айтылған. Біреуі қандай айтылған? Біреуі өлең қасамен айтылса, екіншісі мәтін мен зерттеулер арқылы айтылған екен. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз сөз таптарын балалар қаншалықты игерген екендерінде біз құрбақа әдісі арқылы білетін боламыз. Құрбақа әдісі. Құрбақа суға құлап кетпес үшін біз тақтаға дұрыс жауап беруіміз керек екен. Жеке шығайыншы, бағым шығайыншы ортаға. Сан есім не туралы білдіреді? Сан есім. Жарайсың. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? 9. Жарайсың. Сөздерді байланыстыратын сөз табы өзге затты немесе адамды көрсететін сөз тап. Суға баттың. Жарайды, енді біздер барлық бала жақсы түсінді деп ойлаймын. Кейбір балалар түсінбепті. Алдағы уақытта қосымша жұмыстар жасалынады. Енді бізге үй тапсырма 10-шы жаттығу. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындыладық. Енді бізде кері байламыз. Сіздер қаншалықты сабақты игергендіктеріңді білеміз. Бұл бағдаршам әдісі деп аталынады. Қызыл түсті басқанда сабақты мүлде түсінбедім. Сары түсті басқанда сабақты жартылай түсіндім. Жасыл түсті басқанда сабақты толықтай түсіндім. Жарайсыңдар балалар, кері байланыс берілді. Өзін бағалау шкаласы арқылы баға қойылады. Балалар, сабақ бітті, қоңырау болды. Сау болыңыздар балалар.